Сіз фотолардан алып, әрі ұзын адамды көрген шығарсыз. Кейде мынау неткен алып адам деген сәт болған шығар. Я, бұл видеода топ 5 ең алып адам жайлы болады. Айтпақшы, арнамызға қош келдіңіздер. Видео басталмастан бұрын лайк бас, каналға тіркел, пікір қалдырыңыздар. Топ 5-тікті Мартин Форд ашады. Бұл алып адам актер. Мартин Форд 1982 жылы 16 мамырда дүниеге келген. Қазіргі кезде Мартин Фордтың бойы 207 сантиметр болса, салмағы 150 килограмм. Мартин жас кезінде өте арық болған. Оны сыныптастары мазақ ете қоймай, оны соққыға жыққан сәттері де болған. Бірақ Мартин Форд өте сабырлы болған. 2 жылдан соң спорт залға барып, күнде және бірде-бір өзінің жаттығу залын тастамаған. Мартин соның арқасында қазіргі кезге жетті. Топ 4. Дилип Сингх Ран. Ол 1972 жылы 27 тамызда Үндістан мемлекетінде дүниеге келген. Лақабаты Ұлы Гали. Атақты рестлер. 1995-96 жылдары Үндістан мемлекетінде алып адам атағын жеңіп алған. Ол рестлерге келмес бұрын полицей болған. Қазіргі кезде ол WWE рестлерінде ең ұзын салмақты адам ретінде тіркелген. Топ 3-тікті Бронни Шоу ашты. Броннинің бойы 2 метр 3 сантиметр, ал салмағы 203 килограмм екен. Бала кезінде басқа балалардан ерекшеленіп тұратын еді. Мектеп бітіретін кезде салмақты еді. Сол кезде салмағы 150 килограмм болған. Ол сондай үлкен ірі денесіне қарамастан баскетбол спортына қызыққан. Ол колледжге түскен кезде үйіндегі зіл қара темірлерді көтеріп денесін шынықтырған. Бронни Шоу 2006 жылдан бастап зілтемір көтеру спортына қатыса бастады. Зілтемір көтеру спорты оған ұнап, содан бері осы спортпен айналысып жүр. Бронни 2009 жылы әлемнің ең күшті адам атағын алды, яғни 3-ші орын. Бронни Шоу салмағы 140 килограммдық теңіз тасын 6 рет көтерді. Қазіргі кезде жаттықтырушы, сонымен қатар аңшы. Топ 2-ні Роберт Уодлоу ашты. Бұл адамды баршамыз білуіміз мүмкін. Оның бойы 274 сантиметр болса, салмағы 194 килограмм болған. Бұл адам өмірінің соңына дейін өскен. Небәрі 22 жасында дүниеден өткен. Халықтың атауы бойынша мейірімді алып болған. Аяқ ауруының салдарынан қайтыс болған. Топ 5-ті қорытындылайтын болсақ, Федор Махнов. Бірақ ол Гиннес рекордтар кітабына енбеген. Бірақ ол орыстардың рекордтар кітабына енген. Толық аты жөні Федор Андреевич Махнов. Бұл алып адамның салмағы 189 килограмм болса, теңдесі жоқ бойының сантиметрі 285 сантиметр екен. Ол шағын шаруа жанұясында дүниеге келген. Федордың ата-анасы, бауырлары орта бойлы болған. Бірақ Федордың бойы өздігінен жылдам өсе бастаған. Оның қайтыс болу себептері көп. Солардың бері у берді, ал кейбір адамдар өздігінен қайтыс болды деп айтып жатады.